Орысшадан қазақшаға аудару кезінде септік жалғауларын орын тәртібі бойынша қолдану. Әр тілдің өз ерекшелігі болады. Сондықтан тілдің байырғы әсемдігін сақтап қалу үшін басқа тілдің ережелеріне бағынбай, өзіміздің ережелерімізді, сөздерімізді қолданған жөн. Қазіргі кезде орыс тілінен аударма жасау кезінде септіктерді калькалап жатырмыз. Осы мәселелерді шешпесек, ілік, көмектес септігінің байырғы функциясынан айырылып қаламыз. Бұл тұтас грамматикалық құрылымды бұзады. Мысалы, сіз орысша ойлап отырсаңыз, поделиться новостью дегенді жаңалықпен бөлісу деп жазасыз. Ал қазақша ойласаңыз, жаңалықты бөлісу деп жазасыз. Ең сәтсіз, қолданыс аясы кең калька аудармалардың бірі суретімен бөлісті. Бұл жерде суретін бөлісті, пікірімен бөлісті, дұрысы, пікірін бөлісті, тәжірибесімен бөлісті деген сөздер. Тәжірибесін бөлісті, табыс септігімен айтылуы керек. Бүгінгі дәрісте септік тұлғаларын орнымен қолдану туралы айтатын боламыз. Қазақ тілінде 4 жалғау бар. Соның бірі септік жалғаулары. Осы септік жалғауларын әркім ойдан жасай алмайды. Немесе сөздерге өз қалауымен нормадан тыс жалғауына жол берілмейді. Мәселен, барыс және табыс септіктерін бірінің орнына бірін жұмсау да нормаға қайшы. Аманатын беруге ниет еттім. Қате. Аманатын беруді ниет етті. Бұл дұрыс. Қазақ тілінің заңдылығы бойынша толықтауыштың тура не жанама болуы меңгеруші етістіктің салт немесе сабақты екенімен байланысты. Аманатын беруге ниет еттім дегенде ниет көмекші етістігі сабақты етістік. Ендеше дұрысы аманатын беруді ниет еттім болады. Сол секілді айтуды ұмытып кетіппін. Қате. Айтуға ұмытып кетіппін. Дұрысы. Себебі мұндағы ұмыт та сабақ етістік. Ілік тұлғасын әр сөзге жалғауда нормаға сыйымсыз. Мысалы, Батыс Қазақстан облысының кәсіпкерлік және индустриалдық инновациялық даму басқармасының басшысының және басшысының орынбасарының жеке және заңды тұлғаларды қабылдау кестесі. Көріп отырғанымыздай, ілік септігі бір сөйлемде 5 рет қолданылып, сөйлеуге де, оны қабылдауға да қиындық келтіреді. Дұрысы, Батыс Қазақстан облысы кәсіпкерлік және индустриалдық инновациялық даму басқармасы басшысы мен басшысы орынбасарының жеке және заңды тұлғаларды қабылдау кестесі болуы тиіс. Салыстырыңыз. Көзінің қарашығының дірілі. Бұл қате. Дұрысы, көз қарашығының дірілі. Абайдың ақындығының айналасы. Бұл қате. Абай ақындығының айналасы. Бұл дұрыс. Мерекеңізбен, туған күніңізбен. Формалар қазір бізде көп тарап бара жатыр. Әсіресе жастардың тілінде. Бұл орыс тілінен тікелей аударылған «с праздником», «с днем рождения» деген сөздері. Бұл дұрыс емес. Дұрысы, мереке құтты болсын, туған күн құтты болсын. Көмектес септік жалғауының қызметі атауы айтып тұрғандай, іс-әрекеттің, қимылдың немен, қандай құралмен, амалын қалай істелгенін және қимылға ортақтықты білдіріп, сөйлемді пысықтауыш және толықтауыш қызметін атқарады.